Қазір түгелдеп аламыз жігіттер. Бірінші ата далған шабандоздар қолды көтеріп өз орындарыңызға тұрамыз. Рет-ретіңіздер. Так, бірінші Ақтөбе облысы Аргон атты сайгүлікті тізгіндеген Термебек Ердәулет. Қол көтеріп тұр екен, қол көтеріп. Екінші Саян атты сайгүлікті тізгіндеген Тоқтанай Айбар Алматы қаласы. Үшінші Жебе атты тізгіндеген Зұлықпар Сәтбай Шымкент қаласы. Төртінші Тайсын атты тізгіндеген Бармайдырхан Ералы Ұлытау облысы. Бесінші Қарағайлы атты тізгіндеген Тахаует Мирас Қарағанды облысы. Алтыншы Пакияуа атты тізгіндеген Талап Азат Батыс Қазақстан облысы. Одан кейін Шымкент атты тізгіндеген Шымкент атты келі кімнің қасына? Азаттың қасына кеп тұрасың. Шымкент атты сайгүлік Мұхаммед Әли Жетісу облысы. Одан кейін Абырой атты сайгүлік. Қайсы Абырой? Бар ма Абырой? Кешкісі Парашені. Одан кейін Көкжал атты тізгіндеген Абайбулла Асылбек Түркістан облысы. Одан кейін Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Түркістан облысы. Одан кейін Ақжал атты тізгіндеген Шаман Бекзат Алматы облысы. Одан кейін тағы да Ақжал, бірақ Ұлытау. Келі, кімнің қасына кеп тұр? Шаман Бекзаттың қасына кеп тұрасың. Бұл аттың аты Ақжал, Өмірзақ Данияр. Одан кейін Спартак атты тізгіндеген Бақытбек Рауан Алматы облысы. Одан кейін Көксүрек атты тізгіндеген Төлешев Нұрдәулет Түркістан облысы. Бір Ақжал Спартактың қасына тұрды. Одан кейін Чарли атты тізгіндеген Барма Жүнісбек Алпамыс. Бір Шымкент қаласы Нарын Асқан тізгіндеген Термебай Нұржігіт. Бұл жерде Абырой атты сайгүлік кешігіп жатырмын келмеуіне. Енді белгіленген уақытта ережеге сай кешігетін болса, ол сайгүлікті ойына шектетілетін болады. Енді спорттық тілмен айтқанда поражение, былайша айтқанда шегерілу. Бірінші болып төрешілер ортаға Алиев Жаслан, қол көтеріп тұрсаңыздар, сіздер жалғалаңыз ба? Қапталдағы төреші Меңдіғалиев Ақылбек, Кенжебеков Бақытжан төреші. Жігіттер, тек маған қараңды жақсы түсіндіріп өтейік. 3 минут уақыт беріледі. Әрқайсысы 3 минут уақыт. 3 минуттың ішінде серкені тек қана артыңғы сирағына басып, шеңберден шыққан кезде ғана есепке алынады. 3 минутта сендерге 2 рет басып шыққан адам, мысалы 2 рет басып шыққан ойыншы, оған автомат түрде жеңіс беріледі. Одан кейін екеуіңді салымдарын бір-бір болып қалатын болса, одан кейін екеуіңді бір-бір сирақтан ұстатып қойып, қосымша уақыт береді, ол кезде сүйреп шығасыңдар. Ал енді ол кезде де ұпай болатындай қалса, мынандай жағдайда болды. Жаңағы нететін боламыз. Бірінші ол өнер көрсететін Аргон атты бейтеміз. Қараңды, бірінші айтылған сайгүлік Қызылжалаға барады. Бұл қалған аргүлікке осы қатарларын жоғалтып алмаңдар. Аргүлікке барып тұра береміз, аргүлік кезек-кезегімен келесіздер. Мұна жалағын қасына барып тұр, мұна Саян ат сияқты бұл. Бірінші шығатын Аргон Термебек Ердәулет Ақтөбе облысы. Екінші Саян Тоқтанай Айберген Алматы қаласы. Енді келіп ортаға келіп бір-бірлеріңізбенен амандасып, шеңбердің ішінде қол алсаңыздар, бір қол соғып қошеметтеп отырыңыздар, жанкүйерлер. Бәрекелді төрешінің алдында, қазір төрешінің белгісінен кейін осы жерде бізде уақыт алынады. Міне төрешінің
белгісі берілген сәт алғашқы сәттерді бастап алды. Аргон атты сайгүлік қызыл қасқа болса, Саян атты сайгүлік құрғат екендігін айтып өтеміз. Түсінікті болу үшін құрметті көрермендер, мына 3 минут уақыт берілді. 3 минуттың ішінде шабандоздарымыз жерден серкені артыңғы сирақтан көтеріп алып тақымға басып шығуға тиіс. Өз мүмкіндіктерін мүлкілермеген шабандоздарымызды мына тақымға басып алып шығуға тиіс. Үлгермей қалды. Бұл жерде шеңбердің ішінен асықпай басып алып барып шығу керек ойыншылар. Асықпаймыз, серкені қазір қойып береді төрешілер. Енді жанкүйерлер, сіздерден өтініш, өте білікті мамандар бұл жерде. Сондықтан да сабырлықпенен тамашалап тұруларыңызды сұрамаймыз. Мына жекпе-жекке қайталап мені көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Саян атты сайгүліктің төрт тұяғын теңдіріп, Айбардың жерден серкені көтеріп алуына бір ұпай. Мына Саян атты сайгүлікке бір ұпай. Есеп 1-0. Саян атты сайгүлікке бір ұпай. Аспаймыз, төрешінің белгісінен кейін ғана әрекет жасайсыздар, шабандоздар. Құрметті ойыншылар, төрешінің белгісінен кейінгі жерде ғана әрекет жасаймыз. Мына төрешінің белгісі берілген сәт қайталап. Қараңыздар, қос сайгүліктің табан тіреп жердегі лайды көтеріп жіберіп бір еңкейіп жатқандығын көріп жатсыздар, құрметті көрермендер. Мына қайталап Айбар шабандоз жерден серкенің сирағынан ұстап алып тақымына басып шықты. Міне жеңіс Саян атты сайгүлік Тоқтанай Айбар Алматы қаласы, құрметті көрермендер. Екі жаққа тұрамыз, бері қарап тұрыңыздар, көрерменге қазір қолдарыңызды көтереді, одан кейін жерде тарқасасыздар. Міне енді жеңіске жеткен Саян атты сайгүлік Алматы қаласы Тоқтанай Айбар шабандоз. Қол қошеметтеп қойып, құрметті көрермендер. Енді Жебе атты сайгүлік Қызылжалауға келіп тұрамыз, және Тайсын атты сайгүлік Көкжалауға. Жебе атты сайгүлік Шымкент қаласы Зұлыққаров Сәтбай ойыншы тізгіндейтін болады, Жалауға тұрамыз. Одан кейін Тайсын атты сайгүлік Айдарханов Ералы Ұлытау облысы. Келіп мұны шеңбердің үшін мамандасамыз. Жебе атты сайгүлік Шымкент қаласы, Тайсын атты сайгүлік Ұлытау облысы екендігін айтып өтеміз. Қазір төрешінің белгісінен кейін ғана жерде ғана әрекет жасайтын. Төрешінің белгісі берілген сәт, құрметті көрермендер. Екінші, міне көрдіңіздер ойыншылардың өнер көрсетіп жатқанын. Бірінші ойында Алматы қаласының ойыншысы алға шықса, енді екінші ойында Сәтбай шабандоз көтеріп алып міне тақымға басты. Бір ұпай Жебе атты сайгүлікті тізгіндеген Зұлыққар Сәтбай шабандоз. Мына төрешінің белгісі қайталап берілген сәт, құрметті көрермендер. Есек алынбады. Шеңбердің ішінде тақымға басып алуға тиіс, ережеге сай. Қайталап төрешінің белгісі берілген сәт, құрметті көрермендер. Қараңыздар, міне қос сайгүлікте жылқыда 9 жасар баланың несі тұрады десек, астында жатқан серкені иемленіп жатқандығын көріп жатсыздар. Жебе атты сайгүліктің төрт тұяғын теңкіреп тұрғандығын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Міне жеңіске 2 ұпай айырмасымен жетіп жатыр. Міне екеуміз бірге қарап тұрамыз, көрерменге қол соғып қошеметтейміз. Шымкент қаласы Жебе атты сайгүлік
Сұрып қарым сатпай жауабыңыз міне құрметті көрермендер. Қол соғып қошеметтеп отырайық. Енді Қызыл Жалауға кеп тұрады Қарағайлы атты сайгүлік Тақауев Мирас Қарағанды облысы. Және Көкжалауға Пакияуы Талапов Азат Батыс Қазақстан облысы. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар ойыншыларымызға құрметті көрермендер. Мына қайта таныстырып өтеміз. Қарағайлы атты сайгүлік көрерде тұрамыз жігіттер. Атты қамшы бере бергендерде. Тақауев Мирас Қарағанды облысы, Пакияуы атты сайгүлік Талапов Азат Батыс Қазақстан облысы. Ортаға шығып, қолауызға амандасасыздар құрметті ойыншылар. Мына төрешінің қазір белгісінен кейін ғана жерде өз әрекеттерін жасайсыздар. Асықпаймыз, төрешінің белгісі берілген жоқ ойыншылар. Қарамағаш тұрамыз бірге, өз уақыттарыңызды өздеріңіз аласыздар. Біреуді тұрып алайықта қарамағаш. Ойыншылар. Қарағанды, қарамағаш тұрып аламыз. Міне төрешінің белгісі берілген сәт. Уақыт ет алынған көрдіңіздер құрметті көрермендер. Бір ұпай Қарағанды облысы Қарағайлы атты сайгүлік құрметті көрермендер. Тоқта. Алған жоқ. Ойыншылар сендер ережеге сай. Төрешінің белгісі берілгеннен кейін ғана жерде ұмтыласыздар. Оған дейін күтіңіздер атты қарама-қарсы ойып қойып. Есек алынбады, шеңбердің ішінде басып алуға тиіс серкені. Төреш ордаға қойып береміз екен. Асықпаймыз, Қарағанды асықпаймыз. Тек төрешінің белгісін тыңдаймыз, төрешінің белгісін. Ойыншылар, атты қамшы бере бергенде шеме шықпайды. Оласында сайгүлік ұра берген деп айда. Қарама-қарсы тұрып аламыз, асықпай. Пакияуы атты сайгүлік Батыс Қазақстан облысы, Қарағайлы атты сайгүлік Қарағанды облысы құрметті көрермендер. Есеп қалынбады, ортаға қойып беріңіз. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Есеп 1-0, Қарағайлы атты сайгүлікте 1 ұпай бар. Есеп қалынбады. Соңғы секундтары өтуде құрметті көрермендер, құрметті ойыншылар. Міне 2-0 есепменен бірге қарап тұрамыз, бірге. Төрешінің қасына келіп тұрмыздан. Тақауев Мирас Қарағанды облысы Қарағайлы атты сайгүлік жеңіске жеткен жоламау. Тоқса көрмете отырайық, енді шығатын Шымкент қаласы Шымкент атты сайгүлікпен Жетісу облысы Мұхаммед Әли Шабандос Қызыл Жалауға Абырой атты сайгүлік ойынның кешіктері үшін тұрамыз, Қызыл Жалауға тұрамыз. 1 минут тағы уақыт беріледі, егерде келіп үлгерсе
келмесе қарсылас мына Шымкент атты сайгүлікке жеңіс жарияланатын болады. Абырайлы сайгүлік барма келе жатқан байқалама. Жоқ болса онда Шымкент атты сайгүлікке Жетісу облысы Мұхаммед Әли ойыншыға міне жеңісті жариялайтын боламыз. Енді төреші ауысатын болады. Құрметті көрермендер, ортадағы төреші ауысады Аслан Қабжанов, Астана қаласынан. Қаптадағы төреші Исмағұлов Санат, Солтүстік Қазақстан облысы. Тұрашев Арман, Шығыс Қазақстан облысы төрешілер ауысатын болады. Енді Қызылжалауға келіп тұрады Көкжал атты сайгүлікті тізгіндеген Абибулла Асылбек Түркістан облысы, Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Түркістан облысы. Өз жалаулар қасына тұрамыз. Асылбек, жалаудың қасына тұрып, өздерін таныстырғанда қазір қол көтереміз. Жалаудың қасына тұрамыз. Көкжал атты тізгіндеген Абибулла Асылбек Түркістан облысы, Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Түркістан облысы. Ортаға келіп амандасамыз, міне қос. Құрметті қос, міне бір арнаның бойынан су ішіп бір ауадан дем алған қарға тамырлы бір команданың ойыншылар. Қараңыздаршы, соқыр желебенің арқасында бірге ойынға шығып жатқандығын төрешінің белгісінен кейін ғана әрекет жасайсыздар. Шабандоздар, ойыншылар. Міне төрешінің белгісі берілген сәт. Қаратас атты сайгүлікпен Көкжал атты сайгүлікке бір ұпай. Міне құрметті көрермен, Абибулла Асылбек ойыншыға. Асықпаймыз, төрешінің белгісіне кейін әрекет жасаймыз, ойыншылар. Төрешінің белгісі берілген сәт. Көкжал атты сайгүлікпен Қаратас атты сайгүлік. Құрметті көрермендер, қос сайгүлік Түркістан облысының намысын қорғап шығып жатқандығын көрдіңіздер. Бір команданың ойыншылары бірге шапқан шабандоздар бірге-бір жекпе-жекке шығып жатқандығын көрдіңіздер. Есеп 1-1. Ойынның бірінші минуты енді өтуде. Есеп 1-1. Міне қараңыздаршы, қос сайгүлік 4 табан теңкіреп тұрғандығын көрдіңіздер. Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Жабандоз алға шықты. Құрметті көрермендер, қол соғып міне қошемет дейтін боламыз. Төрешінің қасына келеміз. Міне Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Жабандоз. Енді келесі шығатын Ақжал, қос Ақжал бірге шығады. Ақжал, Алматы облысының Ақжалы Қызылжалауға келіп тұрады. Спортшы Шаман Бекзат және Ұлытау облысының Өмірзақ Даниял Ақжал атты сайгүлікті тізгіндеген. Міне қайтада таныстырып өтеміз. Алматы облысы Ақжал атты сайгүлікті тізгіндеген Шаман Бекзат ойыншы және Өмірзақ Даниял Ұлытау облысы Ақжал атты тізгіндеген. Қос Ақжал ортаға шығып, міне қос Ақжалды тізгіндеген ойыншылар амандасып өтетін болады. Бұл міне құрметті көрермендер, Алматы облысы Шаман Бекзаттың астындағы Ақжал бірнеше жекпе-жекте көзге түсіп жүрген сайгүлік екендігін әрине білесіздер. Енді осы орайда Ұлытаулық Ақжалдың тізгіндеген шабандозға мүмкіндік бар еді, бірақ дегенмен де алматылық ойыншы қараңыздаршы, өзінің ептілігінің арқасында аттан сыпырып түседі, қайталап мініп алғандығын көрдіңіздер. Жарасып міне Боранов жалға шабандоз атты тізгіндейтін Ақжал еді. Бұл міне қазір Ұлытаулық ойыншы тартып алып, тақымға басып, міне құрметті көрермендер, есеп Ұлытаулық Ақжал сайгүлікті тізгіндеген Өмірзақ Даниял ойыншыға.
Bir pay berildi. Almatı облысының ойыншысына bir pay. Есеп 1-1. Есеп 1-1. Төрешінің белгісінен кейін ғана әрекет жасайтын боламыз. Өз орнымызға тұрамыз. Қос ойыншылар. Мұны төрешінің белгісі берілген сәт. Есек алынбады. Мұны төрешінің белгісі берілген сәт. Есеп 1-1. Мұны Ақжал Алматы облысы Шаман Бекзат ойыншы. Мұны құрметті көрермендер, Шаман Бекзат Ақжал атты Алматы облысы. Қоңсы көшеметті қойып. Одан кейін Қызылжалауға келіп тұрады Спартак атты сайғылықты тізгіндеген Алматы облысының ойыншы Бақытбек Рауан. Шабандоз және Көксерек атты тізгіндеген Төлешев Нұрдәулет Түркістан облысы Көкжалауға келіп тұрады. Сәлден ең тыңдаймыз ойыншылар. Спартак Қызылжалауға барып тұрамыз. Қызылжалау. Біз сізде таныстырып өтеміз. Қызылжалауда тұрған Алматы облысынан келген Спартак атты тізгіндеген Бақытбек Рауан шабандоз қол көтеріп қоямыз. Одан кейін Түркістан облысы Көксерек атты тізгіндеген Төлешев Нұрдәулет шабандоз ортаға келіп қол алысып амандасатын боламыз. Бірінші амандасып аламыз, амандасып алайық. Төрешінің белгісінен кейін ғана әрекет жасайтын боламыз. Аспаймыз. Төрешінің белгісінен кейін әрекет жасайсыздар. Бір төрешінің белгісі берілген сәт. Жангелдин бар ма жерде? Қолдағы қошеметті отыра шығады. Есек алынбады. Мұны Ашбелден басып аламыз. Мұны жекпе-жек әлі де жалғасуда. Bir pay Көксерек атты сайгылыққа. Аспай тұрып аламыз. Көксерек атты сайгылыққа. Bir pay. Төрешінің белгісінен кейін міне шабандоздарымыз, ойыншыларымыз жердегі жатқан серкеге ұмтылуға тиіс. Ойынның екінші минутына келіп жеттік. Есеп 1-0. Көксерек атты сайгылықтың мерейлі ұстап болып тұрған көрдіңіздер. Bir ұпайменен әлі де құрметті ойыншылар, Алматы облысы ойыншы есеп 1-1. Есеп 1-1.
Ойынның соңғы секундтары өтуде. Төреші белгісі берілген сәт. Қараңыздар, қос сәйгүліктің табан тіреп, төрт тияғын теңтіреп жердегі жатқан серкен иемденіп жатқандығын көрдіңіздер. Алматылық ойыншы тақымына басқанысында жерге түскен серке 2-1 уақыт төреші. Енді 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде қай шабандоз көтеріліп шығады, сол шабандоз жеңіске жетеді. Түсінік болу үшін 1 минут уақыттың ішінде қай ойыншы жерден серкені көтеріп алып тақымға басып алады, сол ойыншы жеңіске жетеді болады. Міне асықпаймыз, қазір төрешінің белгісі беріледі. Болды міне. Қасқа ертелік тұрамыз міне. Спартак Алматы. Міне жерде 1 минут уақыт берілді, құрметті көрермендер. 1 минуттың ішінде бұл міне 1 минуттың ішінде сүйреп шықса да болатындығы, бірақ бұл атауынан міне басып алып, алға қарай шыққан көксеректі тізгіндеген Төлешов Нұрдәулет шабандозға қол соғып қошеметтеп отырыңыздар, құрметті көрермендер. Төлешов Нұрдәулет. Енді шығатын Чарли атты тізгіндеген Шымкент қаласының ойыншысы Жүрісбек Алпамыс шабандоз Қызылжалауға кеп тұрады, және Атырау облысынан келген Нарын Қасқатты тізгіндеген Термебай Нұржігіт шабандоз. Өз жалауларға тұрмаңдар, қойыңдар ойыншылар. Чарли атты тізгіндеген Жүрісбек Алпамыс Шымкент қаласы, Нарын Қасқатты тізгіндеген Термебай Нұржігіт Атырау облысы. Ортаға келіп міне амандасып аламыз. Енді төрешінің қазір белгісінен кейін ғана жерде ойыншылар әрекет жасайсыздар. Асықпаймыз. Асықпаймыз ойыншылар. Төрешінің белгісі берілген сәт. Шымкент қаласы Чарли, Атырау облысы Нарын Қасқа атты сәйгүлік. Екі аттың да міне болмысы мен бітімі түсіде бірдей болғандықтан үстіндегі ойыншыларға түсінікті болу үшін көріп жатсыздар. Сары түсті көкте міне Нарын Қасқа Атырау облысы, және Чарли атты тізгіндеген сұр түсті киімді Шымкент қаласының ойыншысы Нарын Қасқа атты сәйгүлікке 1 ұпай. Астымызда сәйгүлікті ойыншылар атқа қамшылай берсеңіздер, қазір ескертіп оласыздар. Бет алды қамшылай бермеңіздер сәйгүлікті. Онында жаны бар ма кеудесінде? Өз ептіліктеріңізді арттырыңыздар, қамшылай бергенде ол ештеңе өзгеріп кетпейді. Енді Шымкент қаласының ойыншысына мүмкіндік бар еді, бірақ есепке алынбады. Шеңберден шығып кеткен екен. Ойынның 1,5 минуты өтуде. Есеп 1-0. Атырау облысының Нарын Қасқа сәйгүлікке 1 ұпай берілген болатын жаңа. Астындағы сәйгүліктерді қараңыздар, құрметті көрермендер. Адамның
жасайтын ақылындай ақыл бар сәйгүліктерді көріп жатсыздар. Төрт тұяғын теңдіріп алып, жердегі топырақты төңкерген сәйгүліктердің тұяғын көріп жатсыздар, құрметті көрермендер. Нарын міне Нарын Асқатты сәйгүлік жеңіске қарай жетті өз ойынға, құрметті көрермендер. Нарын Асқатты тізгіндеген Термебай Нұржігіт Жамандоз Атырау облысы, қол-соқ қошеметтеп отырсаңыздар, құрметті көрермендер. Енді қызыл жалауға келіп тұрсын Саян атты сәйгүлікті тізгіндеген Алматы қаласы Тоқтанай Айбар Шабандоз. Көк жалауға келіп тұрады Жебе атты тізгіндеген Шымкент қаласы Зұлыпқар Сәтбай Шабандоз. Міне қайталап таныстырып өтеміз. Алматы қаласы Саян атты тізгіндеген Тоқтанай Айбар Шабандоз және Жебе атты тізгіндеген Шымкент қаласы Зұлыпқар Сәтбай Шабандоз. Келеміз ортаға. Ортаға келіп, міне бір-біріменен қол алысады ойыншыларымыз. Одан кейінгі жерде төрешінің белгісінен кейін уақыт алынады, құрметті көрермендер. Төрешінің белгісі берілген сәт Тоқтанай Айбар Шабандоз Саян атты сәйгүлік, құрметті көрермендер. Есеп 1-0 Саян атты тізгіндеген Тоқтанай Айбар Шабандоз. Асықпаймыз. Астымызда сәйгүлікті сабалай берсеңіздер ескертіп аласыздар, ойыншылар. Мені құрметті көрермендер, өте бір керемет сәт. Есеп 1-0. Серке әлі де жерде жатыр. Сәтбай Шабандоз мына Жебе атты сәйгүлік. Есеп 1-1. Ойынның 1,5 минуты өтілді. Төрешінің белгісі берілген сәт. Мына Жебе атты сәйгүлік алға шықты, құрметті көрермендер. Сәтбай Тоқтанай Айбармен арасындағы ойында, құрметті көрермендер, Жебе атты тізгіндеген Шымкент қаласы Зұлыпқар Сәтбай Шабандоз. Қолға қошеметтеп отырайық. Жұлдызхан Тайырбек Шабандоздың баласы екендігін айтып өтеміз. Енді Қарағайлы атты сәйгүлікті Тақауи Мирас қызыл жалауға келіп тұрсын. Және күрік жалауға Шымкент атты тізгіндеген Мұхаммед Әли Жетісу облысы. Келеміз. Қайталап таныстырып өтеміз. Қарағайлы атты тізгіндеген Қарағанды облысынікі Тақауи Мирас Шабандоз. Қол көтереміз, Мирас. Және Шымкент атты тізгіндеген Жетісу облысы Мұхаммед Әли Шабандоз. Келіп бір ортаға амандасып алатын боламыз. Қамшыны сабалай бермейміз, ойыншылар. Астыңыздағы сәйгүлікті өз ықпалымызбен, өз сүйіспеншілігімізбен қарауымызға тиіс. Қарағайлы атты сәйгүлік Қарағанды облысының ойыншысы Тақауи Мирас болса, Шымкент атты сәйгүлікті тізгіндеген Мұхаммед Әли Шабандоз Жетісу облысы.
Қараңыздар, құрметті көрермендер, шабандоздарымызға шабыт сыйлап қошеметтеп отырсаңыздар осы орайда Шымкент атты тізгіндеген Мұхаммед Әли шабандозға 1 ұпай, Жетісу облысы. Асықпаймыз. Сайгүлікті сабай бермейміз, ойыншылар. Асықпа, екі жаққа тұрып аламыз, өз жақтарыңызға екі жаққа тұрып алыңыздар. Өз орнына тұрамыз. Мұхаммед Әли, Қарағайлы, Тақауи Мирас өз орнына тұрамыз. Өз орнына тұрамыз, ескертіп алып қаласыздар ойыншылар. Төрешінің белгісі берілген сәт ойынның 2-ші минутына да келіп жетті. Құрметті көрермендер, есеп 1-0 Шымкент атты Сайгүлік. Ол әрине Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншысы. Екінші минут өтіп жатыр, құрметті көрермендер. Қараңыздар, Сайгүліктердің жердегі жатқан тегені иеленіп жатқандығын көріп жатсыздар. Соңғы секундтар өтуде. Есеп 1-0 Шымкент атты Сайгүліктің еншісінде тұрғандығын көрдіңіздер әзірше. Соңғы секундтарда не өзгере алар екен, құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Шымкент атты Сайгүлікті қараңыздар, 4 аяғын теңдіріп тегеге жақындатпай тұрғанды көрдіңіздер. Мына Қарағайлы атты Сайгүлікті мүлдем шеңбердің сыртына шығарып жібергенді көрдіңіздер, жақындатпай. Өте бір керемет сәттер. Қараңыздар, соңғы секунд 4, 3, 2, 1 уақыт төреші. Шымкент атты Сайгүлік өз осы ойында алға қарай шыққандығын көрдіңіздер. Мұхаммед Әли Жетісу облысы Шымкент атты Сайгүлік. Қошеметтеп отырамыз, құрметті көрермендер. Енді шығатын Қаратас атты Сайгүлік Қызылжалауға келіп тұрады. Сайдулла Әзірет Түркістан облысы, одан кейінгісі Алматы облысының Сайгүлігі Ақжал, Шаман Бекзат шабандоз Көкжалауға шығатын болады. Біз қайталап айтамыз, Қаратас атты тізгіндеген Сайдулла Әзірет Түркістан облысы, Ақжал атты тізгіндеген Шаман Бекзат Алматы облысы. Келіп бір-бірлеріңізде қол алысып аламыз. Бірінші амандасып аламыз, құрметті ойыншылар. Одан кейін Сайгүлікті сабай беру мақсат емес, құрметті ойыншылар. Алуан тұлпар бар, шабысына қарай шабат десек мұны. Ақжал атты Сайгүлікке 1 ұпай. Ақжал атты Сайгүлікке 1 ұпай. Міне Қаратас атты Сайгүлік пенен Ақжал атты Сайгүліктің арасындағы ойында есеп алынбады. Асықпаймыз. Ескерді берілер, қазірше осылай енді тұра қойсаңыздар. Төрешінің белгісі берілген сәт. Есеп 1-0. Ақжал атты Сайгүлік алға шықты. Құрметті көрермендер, қошеметтеп отырайық.
Ақжал атты Сайгүлік Шаман Бекзат Алматы облысы бойынша бір қошеметтеп қоямыз. Көксерек атты Сайгүлік Қызылжалаудан шығады, Төлешов Нұрдәулет Түркістан облысы және Нарынғасқа Пермебай Нұржігіт Атырау облысы көк жалаудан шығатын болады. Тұрып аламыз, қазір қайталап айтамыз. Көксерек атты Сайгүлікті тізгіндеген Төлешов Нұрдәулет Түркістан облысы және Нарынғасқа атты тізгіндеген Пермебай Нұржігіт Атырау облысы. Келу амандасып болатын боламыз. Асықпаймыз. Төрешінің белгісі берілген сәт. Көксерек атты Сайгүлікке бір ұпай. Төлешов Нұрдәулет ойыншы. Атақты жекпе-жектен қас шебері атанған Бақтыбай Шырынқұловтың баласының құрметті көрермендер. Атадан балаға мирас болып келе жатқан өнер екендігін көрдіңіздер. Есек алынбады. Нарынғасқа атты тізгіндеген ойыншы бір ұпай, есеп 1-1. Есеп 1-1. Көксерек атты Сайгүлік алға шықты құрметті көрермендер. Түркістан облысы Көксерек атты Сайгүлікті тізгіндеген Төлешов Нұрдәулет шабандоз болса қошеметті қоямыз. Енді шығатын Жебе атты Сайгүлікті тізгіндеген Шымкент қаласы Зұлыпқар Сәтбай Қызылжалау ойнап тұрамыз. Одан кейінгесі көк жалауға келіп шығып тұрады. Шымкент атты Сайгүлікті тізгіндеген Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншысы. Қызылжалауға шығады. Жебе атты Сайгүлікті тізгіндеген Зұлыпқар Сәтбай Шымкент қаласының ойыншысы. Қойадырды, қол көтереміз тек қана, қол көтеріп тұрамыз. Аттардың атағында қол көтереміз, асықпаймыз ойыншылар. Және Шымкент атты Сайгүлікті тізгіндейді Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншы. Ортаға келіп амандасып аламыз. Енді төрешінің белгісінен кейін шығатын боламыз. Асықпаймыз, екі жаға тұрып аламыз, құрметті ойыншылар. Төрешінің белгісі берілген сәт. Жебе атты Сайгүлікке бір ұпай. Аспаймыз. Қайталап төрешінің белгісі берілген сәт, мені құрметті көрермендер.
қарсыласыңыз. Қандай керемет ойын болып жатқанын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. 7 атты сәйгілік компания. Қос легенданың балдарымен алға шықты, құрметті көрермендер. Ақтық кездесуге шығып жатыр. Қос легенда, жаңа бірі Бақтыбай Шырынқұловтың баласы болса, енді атақты Жұлдызхан Тайырбектің баласымен алға қарай шықты, құрметті көрермендер. Қолсал қошеметтеп отырмаймыз осындайда. Ақжал атты тізгіндейтін Шаман Бекзат Алматы облысы Қызылжалауға кеп тұрсын, және Көксерек атты тізгіндейтін Төлешов Нұрдәулет Түркістан облысы Көкжалаудан шығатын болады. Қайталап таныстырып өтеміз. Ақжал атты тізгіндеген Шаман Бекзат Алматы облысының ойыншысы. Қол көтереміз, Бекзат. Және Көксерек атты тізгіндейтін Төлешов Нұрдәулет Түркістан облысының ойыншысы. Келіп қол алысып алатын боламыз. Енді төрешінің белгісінен кейінгі жерде ойыншылар әрекет жасайтын болады. Төрешінің белгісі берілген сәт, мұны құрметті көрермендер. Есеп алынбады. Ойынның бірінші минутта да жақын қалды. Әлі есеп ашылған жоқ. Есеп ашылмады. Төрешінің белгісі берілген сәт, мұны құрметті көрермендер. Есеп алынбады. Серкенің сирағын қараңыздашы, мені кім көтереді деген саңаймен жатыр бұл шалқайып, мені сирақ аспанға көтеріліп. Енді осы орайда Көксерек атты тізгіндеген Төлешов Нұрдәулет Шабандоз. Есеп 1-0. Ойынның екінші минуты өтуде, құрметті көрермендер. Аспаймыз, қоя тұрыңдар. Қазір Төлеш қойып берсін Серкен. Төрешінің белгісі берілген сәт, соңғы секундтар өтуде. Қай ойыншы жерден алып үлгере алар екен, құрметті? Соңғы сәт есеп алынбады. Бес, төрт, үш, екі, бір, уақыт төреші. Құрметті көрермендер, Көксерек атты сәйгүлік өз тобынан алға шықты. Құрметті көрермендер, Ақжал атты сәйгүлік өз орнымызға келеміз. Міне осы өз тобынан Төлешов Нұрдәулет Көксерек атты сәйгүлік Түркістан облысының ойыншы алға шықты. Қолсоқ қошеметтеп отырайық. Ендігі шығатын
Саян атты сайгүлік қызыл жалауға және Тайсын атты сайгүлік көк жалаудан шығатын болады. Саян атты сайгүлікті тізгіндейтін Тоқтанай Айбар Шабандоз Алматы облысы, Тайсын атты сайгүлікті тізгіндейтін Айдарханов Ералы Ұлытау облысының ойыншылары. Қос команда амандасып оламыз, қос ойыншы. Осы белдесу жұбанышты кездесулер қазір міне жеңген ойыншы үшке шығатын болады, құрметті көрермендер. Бір ұпай Саян атты сайгүлікке. Саян атты сайгүлік алға шықты, құрметті көрермендер. Қол қошеметтеп отырайық. Тоқтанай Айбар Алматы қаласының ойыншысы Саян атты сайгүлікпен алға шықты, құрметті көрермендер. Қол қошеметтеп отырайық. Алаңға шақырылады қызыл жалауға келіп тұрсын Спартак атты сайгүлікті тізгіндеген Бақытбек Рауан Алматы облысының ойыншысы және көк түсті жалауға Нарын Қасқатты сайгүлікті тізгіндеген Пермебай Нұржігіт Атырау облысының ойыншысы. Көк жалауға келіп тұрамыз. Спартак атты сайгүлікті тізгіндеген Бақытбек Рауан Алматы облысының ойыншысы және көк түсті жалауға Нарын Қасқатты сайгүлікті тізгіндеген Пермебай Нұржігіт Атырау облысының ойыншысы. Спартак жоқ па қайда? Осыдан кейін дайындалып тұрады Шымкент атты сайгүлікпен және Саян атты сайгүлік дайын болып тұрыңыздар. Шымкент атты сайгүлікпен Саян атты сайгүлік қазір дайын болыңыздар осылардан кейін. Так, шығады Спартак атты сайгүлікті тізгіндеген Бақытбек Рауан Алматы облысының ойыншысы және Нарын Қасқатты сайгүлікті тізгіндеген Пермебай Нұржігіт Атырау облысының ойыншылары. Ортаға амандасып аламыз. Енді төрешінің белгісінен кейін міне құрметті көрермендер, төрешінің белгісі берілген сәт Нарын Қасқатты сайгүлікті тізгіндеген ойыншы жерден серкені көтеріп алды, есеп 1-0. Онда артық сөз айтпаймыз. Мына жерде түсірілім болып жатыр, онда артық сөз сөйлемейміз. Жанкүйерлер, жетекшілер. Аспаймыз, бір төрешінің белгісінен кейін ғана әрекет жасайсыздар. Міне төрешінің белгісі берілген сәт. Алматылық ойыншы Спартак атты сайгүлікке 1 ұпай, есеп 1-1. Ойынның бірінші минуты өте шықты, құрметті көрермендер. Ортада қайталап төрешінің белгісінен кейін жекпе-жек. Қараңыздар, құрметті көрермендер, сайгүліктердің Спартак атты сайгүлік алға шықты, құрметті көрермендер. Қол соғып қошеметтеп отырайық. Спартак атты сайгүлік тізгіндеген Бақытбек Рауан Алматы облысының ойыншысы. Қол соғып қошеметтеп қояйық.
Саянаты Сайгүлік Қызыл Жалауға кеп тұрады. Тоқтамай Айбар Алматы қаласы және Шымкент атты Сайгүлікті тізгіндеген Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншы Қызыл Көк Жалаудан шығатын болады. Саян атты Сайгүлік пен Шымкент атты Сайгүліктің арасындағы жекпе-жек. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, қос бозаттың жердегі жатқан серкені иемденіп тұрғандығын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Осыдан жеңгендер 3-4-ке ойнайтын болады. Құрметті жанкерлер, құрметті ойыншылар, құрметті жетекшілер, осы жекпе-жекте жеңгені ойыншы 3-4-ке ойнайтын болады. Шымкент атты Сайгүлікке 1 ұпай. Қараңыздаршы, не деген бүріс жерден көтеріп алу деген. Саян атты Сайгүлікке 1 ұпай. 1-1. Серкенің шабынан ұстап, кәдімгі бір бүркіттей қылып, жемтігін жерден тілгенде қылып, мұны Айбар Шабандоздың серкенің шабынан көтеріп алғанды көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Дайын тұрсын Спартак пен Ақжал атты Сайгүлік. Алматы облысының Ақжалы менен Спартак атты Сайгүлік дайын тұрсын. Есеп алынбады. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Есеп 1-1. Асықпаймыз. Есеп 1-1. Есеп алынбады. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Құрметті көрермендер, есеп 1-1. 5-4-3-2-1 уақыт төлеші. Мұны құрметті көрермендер, қайталап 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде серкені сүйреп шықса да, ол ойыншы алға қарай шығатын болады. Мұны 1 минуттың ішінде серкені сүйреп шықса да бола береді, құрметті көрермендер. Саян атты Сайгүлік алға шықты, құрметті көрермендер. Саян атты Сайгүлік Тоқтамай Айбар Алматы қаласының ойыншы. Қолыңызға қошеметті қояйық мұнан кейін. Ақжал атты Сайгүлік Қызыл Жалауға кеп тұрады. Алматы облысы Шаман Бекзат ойыншы және Спартак атты Сайгүлік Бақтыбек Рауан Алматы облысының ойыншы. Қос Алматы облысының ойыншылары ортаға шығады мұны. Құрметті көрермендер, осының ұтқаны 3-ке ойнайтын болады, ұтылғандары 5-4-ке ойнайтын болады. Ақжалға мұны жеңісті берді, құрметті көрермендер. Ақжалға жеңісті беріп отыр. Осылай да болады, бір командада ойнағаннан кейін
Енді 5-ші орынды анықтауға шығады. Шымкент атты Сайгүлік пенен Спартак атты Сайгүлік 5-ші орынға түсетін болады. Құрметті көрермендер, құрметті жанкүйерлер, сіздерге түсінікті болу үшін жақсылап қайталап өтетін боламыз. Бұл ойында 5 орынға да жүлде бар, сондықтан да біз 5-ші орынды анықтауға Шымкент атты Сайгүлік Алматы және Спартак атты Сайгүлік, құрметті көрермендер, Шымкент атты Сайгүлік Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншысы. Мына шыға беретін болады, және Спартак атты Сайгүлік Алматы облысы Бақытбек Рауан достың арасындағы жекпе-жекті көретін боламыз. Жетісу облысы мен Алматы облысының ойыншылары. Жеңгені 5-ші орынды алатын болады, сондықтан да 5-ші орынды анықтауға мына қос Жетісу облысы менен Алматы шыққандығын көрдіңіздер. Мына ойыншының аттан түсіп қалғандығын енді мүлт жібермеуге тиіс. Жетісу облысының ойыншысы Серке жерде қалды. Есеп қалынбады. Ұтқаны 5-ші орын алатын болады, құрметті көрермендер. Ұтқаны 5-ші орын алатын болады. Мұны қайталап жекпе-жек. Шымкент атты Сайгүлікке 1 ұпай. Құрметті барша көрермендер, мына бүгінгі жекпе-жек ойында 1 ұпай мына Шымкент атты Сайгүлікке беріліп отыр. Асықпаймыз. Ойынның 2-ші минуты өтуде, құрметті көрермендер. Соңғы секундтар өтуде. Шымкент қаласы Шымкент атты Сайгүлік 1 ұпаймен алда келе жатқандығын айтып өтеміз, құрметті көрермендер. Соңғы сәттер, соңғы секундтар, есеп 1-0. Шымкент атты Сайгүлікте 1 ұпай бар, құрметті көрермендер. 5, 4, 3, 2, 1 уақыт төреші. Мына құрметті көрермендер, бүгінгі жекпе-жек ойынның 5-ші орын иесі атанған Шымкент атты Сайгүлік Мұхаммед Әли Жетісу облысының ойыншы. Қолса қошеметті қоямыз. 5-ші орын құтты болсын, мына құрметті көрермендер, құрметті ойыншылар. Енді ортаға шығады. 3-4-ті анықтауға шығатын Ақжал атты Сайгүлік Шаман Бекзат Алматы облысының ойыншысы.
және Саян атты Сайгүлік Тоқтанай Айбар Алматы қаласының ойыншысы. Міне жеңгені 3-ші орын, жеңілгені 4-ші орын алатын болады, құрметті көрермендер. Осы ойыннан кейін ақтық кездесу. Бір құрметті көрермендер, төрешінің белгісі уақыт алынды. Bir pay Ақжал атты Сайгүлікке. Төрешінің белгісі берілген сәт. Есеп 1-0, бір пай Ақжал атты Сайгүлікте. Есеп қалмады. Ойынның 1,5 минуты өте шықты, құрметті көрермендер. Есеп 1-0 Ақжал атты Сайгүлік бір пай алғандығын айтып өтеміз. Есеп 1-1. Саян атты Сайгүлік бір пай алды. Ойынның 2-ші минутына да келіп жетті, құрметті көрермендер. Есеп 1-1. Осы ойында жеңген Сайгүлік 3-ші орын иесі атанады. Осыдан кейін ақтық кездесу. Соңғы секундтар өтілді. Ақжал атты Сайгүлік 3-ші орын иесі атанды, құрметті көрермендер. Қолдан қошеметтер бар. Ақжал атты Сайгүлік Шаман Бекзат Алматы облысы. Ал енді ортаға шығады. Ақтық кездес финал. Жебел атты Сайгүлік Зұлыпқар Сәтбай Шымкент қаласы. Және Көкшерек атты Сайгүлік Төлешев Нұрдәулет Түркістан облысы. Қос легенданың балдар жайындап тұрмын, құрметті көрермендер. Қолдан қошеметтер адырақ шығады. Атақты Жұмысқан Тайырбеков Шабандоздың баласы менен Бақтыбай Шырыққұлов Шабандоздың балдары ортаға қорғалысатын боламыз. Ал енді қызық міне осы жерде болады, құрметті көрермендер. Жеңген ойыншы бүгінгі жекпе-жек ойынның жеңімпазы, жеңілгені 2-ші орын иесі атанады. Жебе атты Сайгүлік Шымкент қаласы, Көксерек атты Сайгүлік Түркістан облысы. Асылмайлы төрешін белгісіне кейін әрекет қыламыз. Өз уақытысында, өз карьерасында міне нағыз жекпе-жектің шебері атанған ойыншылардың балдары шығып жатыр, құрметті көрермендер. Бақтыбай Шырыққұловтың баласы Төлешев Нұрдәулет Шабандоз тақымға басып алып есеп 1-0 Көксерек атты Сайгүлікке бір пай.
Töreşi есепке алды. Мұны құрметті көрермендер, міне Тұрашев Арман Төреші есепке алғаннан кейінгі жерде міне бас төреші де есепке алып отыр. Көріп отырсыздар құрметті көрермендер. Есеп 1-0. Көксерек атты Сайгүлікке 1 ұпай. Төлешев Нұрдәулет ойыншы. Енді қараңыздаршы, қос Сайгүліктің жерден жатқандығын қандай төптияқты тіректірегенін көріп жатсыздар. Есепке алынбады құрметті көрермендер. Қолсоғы көшелеттен отырақшы мұны құрметті жанкүйерлер қайда? Жер атты Сайгүлік пен Көксерек атты Сайгүліктің арасындағы жекпе-жек. Қараңыздаршы, ойынның 1,5 минуты өте шықты. Қалай болар екен құрметті көрермендер? Кімнің ебі артар екен, кімнің айласы артар екен? Қараңыздаршы. Мені керме, мені тақтыз, қошемет қайда осындайда. Аяқ тасырып қайшаған болсын айласы артар екен құрметті көрермендер, құрметті шабандоздар. Екі Сайгүліктің тұрсын қараңыздаршы мені. Қайшағандыз мықтылық асыр екен. Бізге де қызық болдырғандық көрдіңіздер құрметті көрермендер. Міне әлінде міне Шымкентті міне Түркістан облысының ойыншысы Көксерек атты тізгіндеген Төлешев Нұрдәулет шабандоз. Атақты жекпе-жектің шебері болған қос легенданың балдары. Осы жерге міне шығып, Бақтыбай Шырынқұловтың баласы Төлешев Нұрдәулет шабандоз жеңіске жетті. Құрметті көрермендер, құрметті ойыншылар, 20 минуттық дайындық, 20 минуттан кейін марапаттау рәсімі өтеді болады. Жекпе-жек аттарымыз мынау сайысында өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі Сайгүліктердің арасында өте бір керемет жекпе-жекті көрдіңіздер. Енді біз осы жерде марапаттауға 5-ші орын иегерлерін айтып өтетін боламыз. 5-ші орын иесі атанған Шымкент атты Сайгүлікті тізгіндеген Мұхаммед Әли шабандоз Жетісу облысының ойыншысы марапаттайтын. Біріншісі 5-ші орын Қазақстан Имамбетов Төреші марапаттайтын. Қошеметтеп отырайық. 100 мың теңге және дипломмен марапатталатын болады. Бір қошеметтеп отырайық. 5-ші орын және 4-ші орын Қазақстан Тұрарбеков Жамал еңбек сіңірген бірінші. 4-ші орын атанған Саян аты Сайгүлікті тізгіндеген Тоқтамай Ағамбары Алматы қаласының ойыншысы. Сәл ортаға. Бұл 4-ші орын 100 мың теңге сыйға және дипломмен марапатталатын болады. Енді құрметті көрермендер, 3-ші орын иесі атанған Ақжалатты Сайгүлік Шағын Перизат Алматы облысы. Осы ат спорты құрметті азаматы Дербес Ақсақалов марапатталады. Қолға қошеметтеп қояйықшы. Жүлде қорын көрсетіңізші. Жүлде қоры 300 мың теңге және кубок дипломмен марапатталады. Қолға қошеметтеп қояйық. Екінші иеленген Көке бейғаныңыз. Марапатталатын екінші орында мемлекет атқарушы Байгүлен Нұркен Ағамыз марапатталатын болады. Жеңіл атты Сайгүліктің тізгіндеген Зұрымхан Сәтбай Шымкент қаласы ойыншысы 300 мың теңге және кубок дипломмен марапатталатын болады. Қолға қошеметтеп қояйық. Сәтбай қара. Үлкен аға, шешіңші беліңізді. Енді бірінші орында марапатталатын Манкеев Антықбай бас жаттықтырушы Қазақстан Республикасы бас прокуроры бас жаттықтырушысы тағайындалған Манкеев
Астına gel dur. Gel. Астına gel. Toxtanızlar.